5 bölüm. Шехризат Бинияпы холдингтің сәулеткері ғана емес. Ясмин. Ол менің қалыңдығым. Nişanlı. Қалыңдығың ба? Ой, Алла. Ал мен болсам, бұрынғы махаббатымды қайтарып алам ба десем? Ama қап бекер әуре боп отыр екем. Шехризат бұл айтқандарыңды шын көріп қалар, Ясмин. Жоға, жаным. Біздікі бала махаббат еді ғой. Ол заман өтті, кетті. Университеттің алғашқы жылында Онур екеміз 3 ай бірге болғамыз. Қандай 3 ай десеңші. Нағыз тозақ, жаханнамның өзі болды. Алғашқы аптасы ғана тамаша болатын. Солай ма, Онур? Содан кейін мен жайыма қалдым ғой. Қайда мен қалған шығармын. Онур 20 жасындағы қылықтарын көрсетсе, онда жағдайларын қиын екен, Шехризат. Қылығы қандай еді? Ол қиын адам. Мінезі нашар, тұйық. Мінсіздікті қалайды. Тағы тізіп айта берейін бе? Pardon canım. Keşirme etmem. Ясмин, қош келдің. Керім, сағынып кеттім ғой сені. Не деген адамсың? Тым құрмағанда хабарласып қою деген жоқ. Басқа қонақтарымызға да көңіл бөлейік те, Онур. Жақсы. Misafirlerle ilgilenelim mi onu tamam? Yalanıydı Yaşar. Karakolda doğru söyler mahkeme. Жансел, шай қой. Саған не болды? Өң бозарып кетті ғой. Жансел, саған не болды, қызым? Расталды. Не? Өлдім. Құрыдым. Енді қайттым. Қайдағы құрған, қайдағы өлген? Басқа қонған бақ емес пе? Қайдағын айтпа, Севги. Әкесіз бала туатын жайым жоқ. Қайта сен қайдағын айтпа. Әкесі емес, некесі бала дейді. Құдайға шүкір, арыстандай әкесі бар. Бір дәрігерің бар еді ғой, ертең соған хабарласайын. Қайдағы дәрігер? Жасанды түсік тастаймын деуші болма. Әйтпесе есімнен танып қалармын. Баланы алдыртамын. Али Кемалға әйеліңмен ажырастамаған үйлен демеймін ғой. Әрине, тура солай айтасың. Осы сенің есің дұрыс емес шығар. Мынау мені жынды қылып тұрма. Жансел, ойлансаңшы кішкене. Басыңа қонған бақты теппе. Тамаша мүмкіндіктің өз алдыңа келіп тұрған жоқ па? Қайдағын айтпашы, Севги. Менің соншалықты жексұрын болғаным ба? Енді қалған аяғымның ауырлығын бұлдап өз дегенім істету ме? Ой, Аллай, қайтеді мынау? Ондайды өлсем де істемеймін. Сен алар емеспін, Жансел. Аллахи биллахи, сен алар емеспін. Бинияпы холдинг 1972 жылы құрылғанда, Салы базарындағы осы мекеменің 4-ші қабатында еңбек жолдарын қарапайым кәсіпкерліктен бастаған. Мұхсин Ақсал және Эюб Инжоғлы, 2 дос, 2 жас әрі еңбекқор инженер, өздеріне деген нық сеніммен, абыроймен, Ясминнің айтқандарын көңіліне алмаған шығарсың. Өзі жақсы адам. Тек көп сөйлей беретіні болмаса. Кезінде оны мен көңіл қосқаныңды айтпапсың. Себебі оған мән берген жоқ. 15 жыл бұрын болған оқиға. Оның үстіне 3 ай емес, 9 аптадай бірге болдық. Тыныш. Әбден жалығып кеттім. Сол себептен күн апта санаумен жүрдім. Sıkılıyordum ki haftalar. Сол 9 апта мен үшін бітпей қойды ғой. Онур, қарайсың ба? Қанша рет қарадым. Менің тағы бір рет көріп шыққым келеді. Ренжіп қалдың ба? Ясминге бола ма? Сені қалыңдығым деп таныстырғаным үшін. Құрбым десем бір түрлі болатын еді. Оның үстіне екеумізді сөз байласқан адамдарымыз деп санаймын. Міндетті түрде дүркіретіп той жасаудың қажет жоқ шығар. Онур, кейін сөйлесек болмай ма? Не айтып жатқан естімей отырмын. Қаласаң өзінің жөн жасағымен тиісті рәсім өткізейік.
Қалай қарайсың? Таныш, маған бөгет жасап отырсың ғой. Дубайдан Алматыға, тіпті Кувейтке дейін дүниенің төрт бұрышынан орын алатын құрылыс алаңдарымыз бой көтерді. 12 мыңнан астам жұмысшы және 400 маман қызметкерлеріміз бар. Солардың арқасында Бейнеапының ғана емес, бүкіл ел мойындаған түрік фирмасының тарихы жазылып жатыр. Шіркін, солай болса ғой. Али Кемал әйелімен ажырасып, маған үйленсе ғой. Сонда мен де ана боламын. Бірақ қайда? Құрбыма олай демесеңші. Неге болмасын? Болмайды ғой, Севги. Жансел, жыныма тие бермеш. Әйелі мен бала шағасына Али Кемалдың өзі бас қатырсын. Ойланатын болса, сол ойлансын. Үйлі баранды кісімен махаббат құрудың не екенін білемісің? Махаббаттың не екенін ғана білем. Сол да жетер. Жеткіліксіз. Ол да жеткіліксіз. Али Кемалдан да басқа біреуді жақсы көре алмаймын. Мен әлі жаспын. Қалай деген мен ана болам. Бірақ одан басқа ешкімді десе алмаймын. Түсінемісің, ешкімді. Мен де сондықтан баланы алдырма деп отырмын ғой. Уақыт зымырап өтеді. Кейін қу тізеңді құшақтап қалғаныңда байқамай қаласың. Олай ете алмаймын, Севги. Али Кемал қазір мені сүйет. Ал ертең тастап кетсе қайтемін. Тух, осы сен сөз ұқпайтын адам екенсің. Күннің сол Али Кемалға қарап қалды ма, олай болса мен еш нәрсені де түсінбеймін, Жансел. Ол мені сүйетінін айтты. Түсінемісің? Әйтсе де ойланып көр. Маған салса, кететін жағдай болса, Адам ол сен үшін бәрін істеуге даяр. Бәрін. Сау болыңыз. Yaşama. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Шехризат ханым. Сау болыңыз. Жақсы кездескенше балам. Бәлкім осы демалыста таңғасқа келіп кетерсің. Қолым тиіп жатса келем. Қайырлы түн. Ішіндегі күй табақты ұмытпайық. Ертең 4 танасын көшіру керек. Әрине, Мелик ханым, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сізге де аман саулық тілеймін. Сау болып тұрыңыздар. Мелек, Сіз әлі кеткен жоқсыз ба? міне енді кетейін деп жатырмын. Такси шақыртып қойып ем. Таксиім келді ме екен? Қазір келіп қалады, Мелик ханым. Қайдағы такси жүр, мен жеткізіп салайын. Жоқ, рахмет, әуре болмаңыз. Әуре болатын несі бар? Қане, жүр. Мейлі. Таксимен қайта салатын едім. Сізді де жолыңыздан қалтырдым. О не дегенің, жеті қараңғыда жалғыз бармақсың ба? Үйге жеткенде бірден 2 жұмыртқа жеп алам. Жұмыртқа ма? Қайтейін енді, қарным ашып кетті. Тамақтары керемет еді. Өзің ауыз тиген жоқсың ба? Шапқылап жүріп, нәр татуға мұршам болмады. Менің де қарным ашқан екен. Сен айтқанды ғана байқаппын. Әне қараңыз, донерші. Аламыз ба? Сіз донер жеуші ме едіңіз? Неге жемесің бе? Өзің жейсің бе? Өте жақсы көрем. Иісі танауымды жарады. Соңғы рет Лондонда жегенмін. Содан бері 2 жыл өтті. Мына жерге барып отырайық па? Жақсы. Өзіңіз қашан жеп едіңіз? Бөлмеймін. Біраз болып қалды. Қош келдіңіз. Қош болдық. Hoş bulduk. Қандайын аламыз? Жарты донер және айран. Сіз ше, мырза. Маған да тура сондайын. Жақсы, мырза.
Мәссаған. Немересі бар деймісің, а? Бурхан Евли оғлының ұл немересі бар екен ғой. Не қарап қалдың? Мұның бәрі сіздің балаларыңыз үшін Фусун ханым. Әрине. Қан бұл үйдің табалдырығын аттар-аттамас, Бурхан мырза бұл жерде гүл жайнатып қоймақ қой. Қалай деген мен мұнда аяқ баспағалы 12 жыл болды. Бурхан мырза, Иә, саған айтарым бар еді. айта бер. Шехризад тұрмыс құруға бел. Тұрмыс құруға ма? Иә. Әлгі ауруханада көрген жігітпен. Оны Рақсалмен бе? Иә. Я Раббы, мың да бір алғыс. Өте қуаныштымын, Надида ханым. Ашуланған жоқсың ба? Несіне ашулануым керек? Өзі жас келіншек, тұрмыс құруға хақы бар ғой. Тұрмысқа шықсын, үйлі баранды болсын. Онур мырза да жақсы тәрбие алған адамға ұқсайды. Өте қуаныштымын. Түркияның жас кәсіпкерлер одағының басшысы Ясмин Қарағыз. Беняпы холдинг құрылыс секторының ең маңызды алдыңғы қатарлы фирмасы деді. Ясминге қарашы, қалай тамаша сөйледі. Расымен де Ясмин немен айналысады? Онымен жөнді сөйлесе алмадым. Тыным таппай жұмыс істеп жүр. Басқа не болушы? Төрағалық ету Ясминге жарасады екен. Иә, енді ол темірдей тегеурінді басшының нағыз өзі болды. Онсыз да сондай еді ғой. Айыпқа бермасаңыз мен бара берейін, Сивал ханым. О не дегенің Шехризад, әрине. Кездескенше. Жақсы жаным. Мен де шығайын. Жүздескенше, Севаляна. Шехризад, бер келші. Gelirsin biraz. Көңіліңе мүлдем жақпағаны ма? Не нәрсе көңіліме жақпапты. Ясминнің есімі айтыла беретіні. Неге олай айтып тұрғаныңды түсінбей тұрмын. Шехризад, біздікі бала махаббат. Рас айтам. Көңілге алатындай дәнеңе болған жоқ. Ол жағын түсіндім, жаным. Гарвардта бүкіл түрік студенттері топтасып жүретінбіз. Өзіміз жалғызсырап жүрген сияқтымыз. Ол ара қатынасымыз да көпке созылмады. Болды енді түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Менің осындай ұзаққа бармайтын ара қатынастарым көп болды. Бірнеше айлық десе де болады. Ол артта көңілме алмайтынмын. Мен өмірімде бір-ақ рет сөз байласқанмын. Нил деген қызбен. Айтайын дегенім, жақында үйленетін болдық қой. Маған қатысты нәрселерден хабардар болғаныңды қалайтын шығарсың дегенмін ғой. Әрине, білгім келеді. Оны мен қанша уақыт бірге болдың? А? 2 жылдай. Неге айырылысып кеттіңдер? Іздеген адамым Нил емес екенін түсіндім. Бұл жөнінде кейінірек айтып берем. Жанға өртетін тұстары бар хикая. Мейлі. Басқа ше? Басқа ма? Басқа еш нәрсе жоқ. Қазір сенен басқа ешкім жоқ. Yok artık. Және болмайды. Сенің ше? Менің бе? Мен өзге ешкімге көңіл бермедім. Мен Ахметті ғана сүйдім. Және соған тұрмысқа шықтым. Барым осы. Осы ма? Hepsi bu kadar. Содан кейін сені кездестірдім.
Содан, Енді өмірімде сен ғана барсың. тамаша. Мен де жұмыстарыммен айналыссам жақсы болар еді. Демалыс күні таңғы асқа кел, күтем Бануша. Ұмытпайым, алаң болмаңыз. Көрсерміз. Браун мырзадан хабар жоқ па, Керім? Қап, есімнен шығып кеткен Қыраш апа. Хабарласқан жоқсың ба? Есімнен шығып кетті. 35 жылдық мерейтойды атып өтеміз деп шақпылап жүргенде есімнен шығып кетіпті. Ренжімеш. Адамнан қызыз, Керім. Бауырың аман есен бе жоқ па? Уайымдамайды екенсің ғой. Солай ма? Апа, Боракты білесің ғой. Оған еш нәрсе де болмайды. Әрине, сен мәз мейрамсың, шектен тыс. Ал мен қаншама күн кірпігіле алмай жүрмін. Уайымдайтын дәнеңе жоқ дейсің ғой. Бірдеңе болып қалса ше? Бір бәлеге душар болып арандап қалса ше? Нұрхаят ханым, Айта беріңіз, Керім мырза. 2 сағаттан соң Браун мырзамен қосыңызшы. Жарайды, мырза. Заман талабына сай ғимарат жобасын жасаймын деп жүріп, тас пен мыс өндірісімен айналысқандай болдым ғой. Бұл ретте менің де өзіндік ойларым бар. Бірақ әлі де пісіре түсуім керек. Ama biraz iddialı. Мен бұған еш таңданған жоқпын. О, Нұр, өтіне. Olur musun lütfen? Дегенмен некеге отыру рәсімін қай күнге белгілейміз? Қазір соны талқылап отырмақпыз ба? Жұмыс кез емес пе? Жарайды, ас үстінде сөйлесейік. Біраздан кейін тамаққа барайық. Сол жерде сөйлесерміз. Амансыз ба, Бурхан мырза? Қалыңыз қалай? Амансың ба, қызым? Өзіңнің қалың қалай? Бөгет жасаған жоқпын ба? О, не дегеніңіз? Шехризат, әкімшілік денсаулық орталығы үшін жер белгілепті. Бағана әкім хабарласқан, өзі толқып тұрды. Рас па? Өте қуаныштымын. Барып көріп келсек деймін. Мен бүгін жерді көріп келейін дегем. Олың бос болса бірге барып қайтайық. Бүгін бе? Ben Иә, бүгін қолым бос. Онда біраздан кейін шығам. Жақсы, кездескенше. Жақсы, жүздескенше. tamam. Тыныштық па? Бурхан мырза Ахмет атындағы денсаулық орталығының жұмысымен айналысып жатыр. Қалайша? Орталық болғанда емхана қой. Klinik. Үлгісінде маған сызуды тапсырған. Бурхан мырза сенімен тіл табысқан сияқты. Қателігін түсінді ғой. Айтпақшы, Бурхан мырза үйленетінімізден хабардар ма? Білмеймін. Өзім Надида ханымға айтқанмын. Söyledim. О, не деді екен? Өте қуанды. Тамаша. Өзің де жаның жай тапқан шығар. Иә. Evet. Бурхан мырза сол жерді көріп келейік дейді. Басқа кейін барсақ бола ма? Әрине, қалауың білсін. Былғарыдан 32 дана. Жарайды. Иә. Мен жазып алдым, аға. Мыналарға да жаздың ба? Жаздым, аға. Істерің оң болсын. Қош келдің. Мәссаған. Не болды, заттар түгендеп жатырсыңдар ма? Иә, Қозы терісінде санадың ба? санадым, аға. Менің көзімше санасаң, Шпайдар. Неге? Сендердің жазып берген есептерің бір-біріне сәйкес келмейді. Не дейсің? Есеп қисаптарында бір қателік бар сияқты. Тағы да санап түгендеп шығуыңыз керек. Бұл жерде бәрі түгенделді. Сен өз қисабыңа қарап ал. Әлі Кемал сендердің есептегендеріңнен қате шықты, дұрыстап санаңдар. Ғани, жыныма тиме, есеп қисапты сенен үйренуім керек пе? Ғани еселе. Бұның бәрі қайта саналады. Жоқ. Бурхан аға дүкендегі заттарды бір-бірлеп санаттырып ал деді. Санап ал емес, санаттырып ал деді ғой. Say değil yani. Е, түгендемейтін болсаң, Бурхан ағаның алдында жауап бересің. Ғани, не болды? Көңіліңе жақпаса әкеңе телефон соқ. Мен айтқанды орындап тұрмын. Vay be. Қабая. Сен де әкемді жетіскен екенсіңдер. Онда тұрған не бар? Тағы бір рет санап шығамыз. Ол қайда кетті? Қайдан білейін? Sevgi, өтінем. Жансел, тағы ойланып көрші.
Мейлінше ойландым. Болды енді. Әкел сол нөмірді. Құдай төбеңнен ұрғыр ал. Оның не қажеті бар екен ұқпай қойдым. Алло, Неждет мырзаның емханасы ма екен? Мен қабылдауына жазылғым келеді. Дәрігер мырзамен сөйлесе аламын ба? Не болды? Қайдағы дәрігер? Ауырып қалды ма? Жансел. Сырқаттанып қалдың ба? Жансел. Дәрігерге не үшін хабарласып отырсың? Ештеңе болған жоқ. Жансел, айтсаңшы енді. Еш нәрсе болған жоқ дедім ғой. Ауырып қалды ма? Ішіндегі баласын алдырғысы кеп отыр. Sevgi. Қайдағы бала? Онда тұрған не бар? Оның да білгені жөн. Қасбеті оңтүстікке қарап тұрсын. Автотұрақ және бақша жағын есептегеннен соң 300 метрлік 2 қабатты мекеме болады. Денсаулық министрлігіне барып келген соң бұл жөнде тағы да ақылдаса жатармыз. Бұдан бұлай осы ауданда бірде-бір науқас бала болмайды, әкім. Алла тілеуіңізді берсін, Бұрхан мырза. Ал жақсы онда. Бұл іс бәріңізге де оңды болсын. Айтсын. Айтсын. Баршар, Sevgi. Құрбым ай. Жақсы Али Кемал. Кездескенше. Рахмет, Sevgi. Демек, баланы маған айтпай алдырмақ болдың ғой. Бір жағынан сенің қиналғаныңды қаламадым. Баланы қалаймысың деп бір ауыз сөз сұрамадың ба? Али Кемал, сенің тағы да бала сүюге жағдайың бар ма? Неге болмасын, Жансел? Мен сені сүйем деймін. Онсыз да 3 балаң бар. Сенен балам жоқ қой. Осы әңгімені доғарайықшы. Жоқ, Жансел. Баланы алдыртпайсың. Бұл баланы туасың. Не? Босанып алып әкесіз бала асырап отырайын ба? Солай ма? Оның әкесі мен. Мен ғой. Мен қасыңдамын. Мен қашанда қасыңда болам. Уәде берем. Рахмет, қызым. Жұмыстарыңды тастап келдің ғой. Сол да сөз боппа. Ахметтің есімін ұмыттырмас үшін мен қолымнан келгенімді істеймін. Тағдыр дегенің қызық екен. Ол әкесінің атын ұмыттыру керек, ал мен керісінше ұлымның атын мәңгілікке қалдырғым келеді. Шехризат, Құлағым сізде. Надиде ханым тәңертең бір жаңалық айтып еді. Сені тұрмысқа шығуға дайындалып жүр дей ме? Алла ризығын берсін. Рахмет. Өте қуаныштымын, қызым. Қиын қыстау кезде қол ұшымды да бермедім. Жапа шектіріп қалдырдым, бірақ сен болсаң біздің әулетіміздің мерейін асқақтаттың. Саған мың да бір алғыс айтам. О не дегеніңіз, қойыңыз өтінем. Сенің бақытты болғаныңды менен артық ешкім қаламас. Аллам сені бақытқа бөлесін, қызым. Әумин. Айтса да, хан мен бұрынғыша кездесе алатын шығармын, қызым. Әрине кездесе аласыз. Немеремді көре алмайтын болдым деп уайымдауыңыз қалай? Сіз Канның атасы боласыз. Сіз сияқты атасы. Надида ханым сияқты әжесі бар. Кан қандай бақытты. Сен сияқты қызымның болғаны мен үшін бір ғанибет. Осындай сәттерде көзіме жас үйіріле бастайтын болып жүр. Қартайғанның белгісі ғой. Іш пыстырарлық клубқа не үшін бара жатырмыз? Сол баяқ адамдар, еркектер дегенім ғой. Қайдағын айтпа. Керім мен мұңлып ханшайымның мазасын алудың өзі тамаша емес. Сол мәселе ме? Тым шектен шығып кеткен жоқсың ба, Зейнеп?
Мен әлі кіріскен де жоқпын. Жақсы екен. Меніңше шектен шықпағаның үшін. Білдей бастықпен махаббат құруға болам екен. Енді тыныштықты аңсайтын болды. Ол қиынға түсетін сияқты. Белек мұрағаттан не бір суреттер тауып алыпты. Көрсен ғой. Бір суретте әкем зәулім үйдің төбесіне шығып алыпты. Басқасында Мұхсинаға құрылыс алаңында жұмысшылармен бірге сазда ойнап отыр. Рас па? Әкемнің мұрт қойған тағы бір суреті бар. Апамның өзі еске түсіре алмай қойды. Иә. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Әдеттегідей ме? Әдеттегідей. Қош келдіңіз. Амансыңдар ма? Кеш жарық. Амансың баға. Сәлем. Мелектің жетістігін айтып отырсыңдар ма? Ол жеңісі талай күнге созылады. Ол соған лайық. Тамаша бір кеш болды. Иә. Аға, сен де күнде келетін болдың. Біз соған аса қуаныштымыз. Гүлістен әпке үндемей ме? Міне отыр. О, бұрынғы бастығыңда бар екен. Мына үстелге отырайық. Olur. Жүр. Кешіріңіз Зейнеп ханым, сізді клубқа кіргізе алмаймыз. Түсінсем бұйырмасын. Картаңыздың мерзімі бітті. Мейлі жаңалап алармын. Клуб басшылығы картаңызды жаңалаған жоқ. Неліктен? Білмеймін. Дұрысы осы деп ұйғарды. Онда Мерт мырзаны шақырып жіберші. Зейнеп кетейікші. Қойшы Сема. Болды кетейікші енді. Қоя бер дедім ғой. Естіген жоқсың ба? Мерт, дереу келсін. Ши шығармаңыз, өтінемін. Шығып кетсеңіз жақсы болар еді. Шықпаймын. Мертпен сөйлесемін. Мерт, өзін кім деп ойлайды? Зейнеп қой енді. Қой енді. Картамды қалай жояды екен? Жауап берсін. Айыпқа бұйырмаңыз, клуб мүшесі болудың уақыты бітті. Мұнда не үшін келді? Және картаңыздың мерзімін ұзартпаймыз, өтінемін. Сыртқа шығып кетейікші. Картамды қалай жоясыңдар? Өздеріңді кім деп жүрсіңдер? Көңілің алма, мерт өзі реттер. Өтінем шығып кетіңіз. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ол әйелмен сонша жыл қалай бірге жұмыс істепті? Жақ қойшы соны. Көңілің алма. Оңбаған неме? Терезенің жақтауын түсірғане. Қойшы енді Зейнеп. Басқа жерге барып көңіл көтеруге болады. Қалай үндемей отыра бересің? Бізді жұрттың көзінше сыртқа шығарып жіберді ғой. Бармайық деп едім ғой саған. Бұл Керемнің істеп отырғаны. Білем. Мен де қарап қалмаспын. Әлі көресіні көреді. Көреді әлі. Сабыр етші Зейнеп. Қайдағын айтпа. Маған бір нәрсе керек. Керім мен Бану Зимян екеуінің жандарын шығаратын бір нәрсе керек. Жақсы табылып жатса айтармын. Екеуін де өлтірем. Өлтірем. Сабыр ет, жазатайым бізді өлтіріп жүр ме? Anlatın. Түсіндіре алмадым, Онор. Маған той домалақтың қажеті жоқ. Некемізді қидырсақ та жетеді. Жоқ, бұл жеткіліксіз. Өтінем, қажеті жоқ. Шехризат, сен қателесесің. Керсінше менікі жөн. Менің тойым болған. Той көйлегінде кигенмін. Білем. Соны ойлап кежеген кейін тартып тұрма. Екінші рет той көйлегін киіп үйлену тойын жасауға лайық емеспін дейтін шығарсың. Бірақ сенікі дұрыс емес. Сөзге қалатын болдық қой. Баласы бар келіншек той жасатып жатыр демей ме? Басқаларының не айтатындарында шаруам жоқ. Мен сүйіктіме үйленгім келеді. Бірақ Өмірімнің көркем сәттеріне той жасап, елдің батасын алып қадам басқым келеді. Көңілімді қалдырмақсың ба сонда, Шехризат? Adım atmak istiyorum. Екеуміз үшін той жасағым келеді. Сені той көйлегімен көргім келеді. Шехризат, түсінесің бе? Өтінем. мейлі. Жаным. Жаным. Мүмкін болса 30 күн ойын, 40 күн той жасатар ем. O kadar. Оның қажеті қанша? Болады. Онур аға. Онур аға. Маған кітап оқып берші. Оқып берейін, жаным. Анасы, біздің кітабымыз қайда екен?
өкінішті екен. Не болды? Кешегі тамақтан кейін тілмәштің асқазаны ауырып, қонақ үйден шыға алмапты. Çıkamıyormuş şimdi. Ой, Аллай, Там забыл. тура қажет кезінде. Қазір фирмада орыс тілін білетін қызметкеріміз жоқ. Іздеп көреміз. Тезірек тапсын. Михрибан әпкенің көмегіне жүгінбейсіңдер ме? Шаруамыз шұғыл екен. Оның үстіне орысша жақсы біледі. Оның асып бара жатқан жұмысы да жоқ. Расымен де. Әрине болады. Телефон соқып көрші. Қазір хабарласам. Something for drink tea, кофе? Шай, кофе ішесіз бе? Чай. Чай. Жақсы, шай әкеліңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Hoş gününüz olsun. Şöyle geç. Амансыз ба? Қош келдіңіз. Buyurun oturun. Келіңіз, отырыңыз. Михрибан әпке, бұл Алматыдағы құрылыс фирмасының президенті Хакім Мұхтаров. Өздерінің тілмаштары сырқаттанып қалған соң келе алмады. Бізге көмегін тиіп қалар деп үміттеніп отырмыз. Сонда не айтуым керек? Аударма жасайсың. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Бірдеңе ішесіз бе дегендей. Үй иесі сияқты қонақты күтесің. Добро пожаловать. Спасибо. Я вами займусь. Желаете что-нибудь? Нет, спасибо, спасибо. Түскі тамаққа баратынымызды айта аласыз ба? Söyleyebilir misiniz? Сейчас мы вместе с вами поедем на обед. Әйтпесе күн ұзағына сөйлесіп отыра беретін түріміз бар. Ах так, я буду очень рад. Өте қуанышты екенін айтты. Бізде олай болса түскі асқа барайық. Gidelim yemeğe. Өздерің бара беріңдер. Ясминмен кездесуім керек. Seninle bir randevum Түстікке var. барамыз. Жарай ма? Енді Михрибан қонағымызға түстікке баратынымыздай. Пожалуйста. Да. Шайраза. Шехризат, сен бармайсың ба? Benim yapacağım işler. Жоқ, менің шаруаларым бар. Өтінем. Уайымдама, мен бармын ғой. Gel Mihriban abla. Тақырыпты көзге түсетіндей етіп бер. Жоқ, осылай жақсы. Тіпті суретті үлкейтіп алуға болады. Сонда қатып кетеді. Қатып кетті. Мұны кім түсірген? Музо, апасын ауруханаға қаратуға барған ғой. Бір қараса олар шығып барады екен. Орайлы сәтті мүлчі бермеу деген осы. Охо, сен өмірдің қызығынан мақрұм қалған екенсің ғой. Ол қайдан білсін? Бұл әйел Беняпы холдингтің сәулеткері. Ал мынау бастығы, жарасып-ақ кетіпті. Қош, араларында бір нәрсе бар ма? Сеніңше жоқ па? Мәссаған. Ол әйел қарап отыра бермеген екен. Сонымен, бас тақырып қандай болады? Жас сәулеткердің қиналған шақтары. Қайдағын айтпас ема. Одан өзге тақырып таппадың ба? Қиналған шақтары дейді ғой. Енді не дейміз? Беняпы холдингтің жас сәулеткері неліктен өзіне өзі қол жұмсады. Мәссаған. Иә, тым көзге ұрып тұрмаймы Зейнеп? Өтірік пе? Ауруханадағы медбикемен сөйлестім. Бану атаман өзіне өзі қол жұмсамақ болып асқазанын улап деген сен емес пе? Айттым ғой. Содан не ойлап отырсың? Қорқып тұрмысың? Неден қорқушы ем? Мен журналистпін. Жас. Беняпы холдингтің жас сәулеткері неліктен өзіне өзі қол жұмсады. Кімнің пікір еді? Сенікі ме? Мұнда менің де үлесім бар. Бірақ басшылықтың бір ауыздан қабылдаған шешімі осы. Төрағалыққа сен ұсынуды олар маған тапсырды. Сен неге ол қызметті тастамақсың? Мерзімім аяқталды, Онур. Білмейтіндей-ақ сөйлейсің ау. Сен тағы да үміткер бол. Жақсы басқарып келе жатыр ең. Мен шаршадым. Бір жағынан холдингтің шаруалары, екінші жағынан Түркияның жас кәсіпкерлері одағының жұмыстары. Жетер, енді өз қалауымша өмір сүргім келеді. Оның жақсы ғой, Ясмин. Фирмамыздың басқарма төрағасы Керім. Yönetim kurulu başkanı. Соны ұсынсаңдар, жақсы болатын сияқты. Daha iyi olur bence. Құдай үшін қойшы енді. Керім сен сияқты жұмысқа тиянақты жан ба? Ол жиналыс болған күнді де ұмытып кетеді. Бар жоғын білмейсің.
Onurжан, biz sen сияқты басшыға зәру болып отырмыз. Sen сияқты айтқан бетіңнен қайтпайтын, сөзінде тұратын, еңбекқор, бағы бар, бекем басшы керек. Айтады, тағы қандай? Көз тартарлық, сымбатты. Білесің бе, бірге болған 3 айымыз тозақ болған жоқ. Қалыңдығы алаңдамасын деп әдейі айттым. 3 ай емес, 9 апта. Жаным ау, күйзелістен шығып болған уақытымды қосқанда 3 ай болып кетті. Расымен де тозақтың өзі емес еді. Falan değildi. Олай қарама, Şaka қалжың ғой. Екеуміз жақсы дос едік, Ясмин. Жақсы дос сүйікті бола алмайды. Olmaz. Дұрыс айтасың. Сонымен, төрағалық үшін алып қояйық па? Жоқ, тұра тұр. Мен әлі шешім қабылдаған жоқпын. Мына білезіктер 22-ші сапалық белгі. Қолдан жасалған. Работа. Очень красиво. 4 штуки, пожалуйста. 4-еуін алғысы келеді. Қанша ақша жұмсап жатыр? Олардың мұнайлары бар емес бәпкесі. Я их увезу в Алмату. Әйеліне алып жатқан көрінеді. Солай шығар. Нет. Пусть это останется. Это для вас, Мириван. Нет, нет, спасибо. Вы мне очень помогли. Примите, пожалуйста. Нет, нет, спасибо. Это вам, Мириван. Бой бермей кигізді. Көрдің ғой. Ризашылық ықыласының белгісі дейді. Мәссаған, еліне қайтқанда сізді алып кететін шығар. Это вам. Olmaz. Ала алмаймын, болмайды. Ben aldım, sen de al. Мен алдым, сен де алсаңшы. Нен кетеді? Teşekkür. Рахмет. Большое спасибо за гостеприимство. Эти подарки для вас. Қонақ жайлығымыз үшін алғысын білдіріп жатыр. Посетите Алмату. Алматыға шақырып жатыр. Мен емес, сізді шақырып жатыр ғой. Қазір ашуланам. Сау болыңыз. Сау болып тұрыңыз. Сау болыңыз. Ауырып қалды деді ме? Қалай ғана ауруға тап болдың? Қалай ғана? Мал дәрігері не деді? Жұқпалы ауру екен. Бір жерден вирус жұқтырып алыпты. Бірақ қазір қауіпті ештеңе жоқ. Дәрі берді ме екен? Әрине, бірнеше күн демалса жақсы болар еді. Жаным, Онда Тахсинге айт, Шехрияр шақты тәңертеңнен кешке дейін бақылау қалсын. Сен де маған жағдайын айтып хабарлап тұр. Әлбетте. жаным ау. Oğlum. Онур кәдімгідей қаймығып қалыпты ғой. Жазылып кетер. Көңілің алма. Менің тұлпарым мықты ғой. Әрине. Мехрибан әпкеден хабар жоқ. Қанды өзім алып кететін шығармын. Осы жерден шыққанда бірге барайық. Жарайды. Апа, салатқа қолың жетпей отырған болар. Салып берейін бе? Қажет болса өзім салып алам. Бұрхан аға, дүкен үшін жаңа бағдарлама жасақ қойдым. Бұдан былай зауыт пен дүкеннің бір-бірімен тікелей байланысты болады. Ол қалайша? Енді дүкенде бір зат сатылған сәтте, соны зауыттан көре аласыз. Сол мезетте ме? Тап солай. Есеп жазылған кезде бухгалтерияға да тіркеледі. Зат сатуға байланысты машақат азаяды. Расымен де машақат азая ма екен? Әрине, барлық нәрседен хабардар болып отырасыз. Жарайсың, Ғани, жарайсың. Әке, Ғаниді адам санатына қостыңыз ғой. Шыны қылас ниеті болған соң өзі жеткен ғой. Жақсы болған екен. Солай ғой, апа. Әкеміздің енді тәуір көмекшісі бар. Өзің ақылға салып ойланбайсың, Онур. Тума туыстарымыздың арасында некелесу рәсімін өткізсеңдер болады емес пе? Өтінем, апа, біз бір тоқтамға келдік. Дүркіретіп той жасаймыз. Мейлі.
Жұрттың бәріне күлкі болғыларың келеді ғой ақыры. Шалыс естіп қалдың ба? Жоқ, Онур, дұрыс естідің. Баласы бар келіншекке үйленетінге көндім. Жас қыз алып отырғандай дүркіретіп той жасау дұрыс емес, күлкілі емес пе? Фирдеус, сен де солай ойламайсың ба? Бұлай болуын қаламайын, баласы бар келіншектің той жасатып, қалыңдық көйлегін киюі ақылға сия ма? Ондайды кім көрген екен балам? Айтшы. Түсінікті. Мен кешкі ас ішуге емес, ішкенімді желкемнен шығару үшін шақырыпсың ғой. Әдеттегідей. Тамақ дегенің жай сылтау. Сағынып қалдым дегенің де бос сөз. Қайдағын айтпа. Анаң ретінде саған ескерту парызым. Күлкі боласыңдар дейм. Осыған көне салатын мен емес. Олай болса тойма келмейсің. Сенің келмегеніңді ешкім көңілдеріне де алмайды. Онур, байқап сөйле. Дұрыс айтып отырған жоқпын ба, Фирдеус? Онур Ақсалға мұндай той жасау жарасар ма? Кешірерсіз, Фериде ханым. Неге олай жасамасқа? Уайымдайтын дәнеңе жоқ дедім ғой, апа. Бұл жолы альпинистермен бірге жүр екен. Мұрауын мырза солай деді екен. Ие, Evet. дүйсенбі күні оқуына да барып көреді. Табалмаса бізге хабарласын деген өтінішін де оқу орындағы мұғалімдерге айтып кетейік. Мейлі, тым құрмағанда бұл да бір хабар ғой. Әрине солай, сен мұнда жер таппай отырсың, ал ол тау-тастар алып жүр. Аман болса аралап жүре берсін. Жаным жай тапты ғой. Әке-шеше болған кезде балаларыңды уайымдамайтындарыңды көрермін. Әке-шешеңнің халі қалай, Банужан? Жақсы, рахмет. Жиі хабарласып тұрасыңдар ғой, Әрине. Стамбулға келгенде міндет түрде маған айт. Оларды қонаққа шақырғым келіп жүр. Әрине, олар да риза боп қалар еді. Мелек неге келмеді екен? Ол да келсе жақсы болар еді. Журналдағы әпкеңнің суретін көрдің бе? Қайдағы журнал? Елдің сөзіне қалды ғой. Білмеуші ме едіңдер? Не деп кеттің өзің? Рас айтамын, таңертең өзім көрдім. Суретке Керім мырзамен бірге түскен, бірақ жазылған хабар жағымсыз екен. Жесең шылым. Жоқ, рахмет, тойым, апа. Кешіріңіздер. Тыңдап тұрмын, Мелек. Әпке, әлі таңғы ас ішіп отырмысың? Иә, жаным, не болды? Сыр білдірме, жарай ма? Журналда саған қатысты мақала бар екен. Қандай? Өзіңе ұнамсыз көрінетін жаңалық. Қалай сонда, түсінген жоқпын. Білгің келсе үйге кел. Иә, Бірдеңе болды ма? айтарлықтай ештеңе жоқ. Үй иесіне қатысты бір шаруа шығып қалды. Үйге баратын шығармын, айыпқа бермаңыздар. Асығыс кетіп барамын. Ренжімеңіздер. Ондай ұсақ түйектерді көңілің алма, Банужан. Мен де барайын. Биньяпы холдинг сәулеткері Бану Атаман ішімдікпен араластырған көп мөлшерде ішімдік араласқан күйзеліске қарсы дәрілерді ішіп, өзіне өзі қол жұмсамақ болды. Биньяпы холдинг бұл оқиғаны жасырып отыр. Керемен Жоғлы мырзаға ғашық болған Бану Атаман өзіне опасыздық жасалғанын білгенде қызғаныштан күйініп кетті ме әлде? Маскүнемдікке қарсы емнің салдарынан осындай жағдайға душар болды ма, ол жақ белгісіз. Сема Дурмаздың мақаласы. Ол кім? Зейнептің құрбысы, журналист қыз. Өткенде бірге келбеді ғой. Birlikte geldiler ya. Түсінікті. Осылай өш алғысы келіп отыр ғой. Кан, Қайдасың, Букет? мұндамын. Букет, Буржу. Байқаңдар, Кан құлақ болмасын. Жарайды, әке. Осылай ойнап жүргендері тамаш емес пе? Иә. От жанды мекен, Бурхан мырза? Не болса да әкеле бер, қызым. Ғали, мұнда кел. Мына маңгалды енді сен желпіп тұр. Келдім Бурхан аға. Хан, ал. Hadi. Тұлпарымның жағдай қалай? Дәуір боқ болды, Онур мырза. Қашан жазылады екен? Такси мырза 2 күндей тынығы болсын деген. Тезірек жазылып кет. Келістік пе, достым?
Ғани, пістіме не болды? Піскенде қандай Бурхан аға, тіл үйретін болды. Балалар, қане дастарханға келіңдер. Жарайды, міне келдік әже. Hadi oğlum. Қане, Кан, келе қой. Қане, кей балам, ақырын, келе қой. Кел. Кел, Ғани. Бос тұрғанша бәріне тарата бер. Айтқаныңыз болады аға. О, салат та керемет екен. Өсін. Қызым, келсеңші. Арнайы шақырту күтіп отырсың ба? Немет, Айша, сендер де келіңдер, отырыңдар. Жоқ, өздеріңіз отыра беріңіздер, Бурхан мырза. Астарың дәмді болсын. Қане қыздар, отырыңдар, жылдам отырыңдар. Келіңдер. Айше, әпкетай, кәне, бер келіп отыр. Hadi. Жүр. Менің тауық етін жегім кеп отыр. Менің де. Кәнеке екі сұлу не жейсіңдер айтыңдар. Мен тауық жейм. Мен қанатын жейм. Aç bakayım. Қане, кей аузыңды аша қой. Benim benim oğlum. Балапаным сол. Кешіріңіз. Жаным, Жаным, қалың қалай? жақсы. Өзіңше? Сен болмасаң жағдайым не болушы O еді? kadar. Қан қалай? Риза ма екен? Риза болғанда қандай? Әпкелерімен 1 сағат ойнады. Жақсы, өте қуаныштымын. Шахрияр шақ қалай болды? Жақсы, бірақ қазір оған мінуге болмайды. Демалып жүр. Олай болса бүгін атқа міне алмайтын болдың ғой. Міне, Шахрияр шақтың қара оғлан деген досы бар. Соған мініп аламында біраз серуендеймін. Шахрияр шақ қызғанып жүрмесін. Одан рұқсат алдым. Қызғанбай, ойымдам. Зәре отымды алдың ғой Периде. Не көрсетейін демен? Отыр. Бұл не? Оқысаңшы. Ашсаңшы енді. Бұл не сонда? Дұрыстап ашып оқысаңшы. Бұл нағыз масқара ғой. Ұлдарымыздың бізге лайық деп таңдаған келіндер міне осындай. Біреу баласы бар жесір. Енді біреу өзіне өзі қол жұмсамақ болған мас күнем. Жоқ. Олай емес. Бану ондай қызға ұқсамайды. Сенбейсің ғой. Бұл бір жаңсақ айтылған әңгіме шығар. Севал жан, суретке жақсылап қарасаңшы. Қайдағы қателік болсын. Ұлдарымыздың таңдаған қыздарын әлі күнге дейін қорғаштаумен жүресің бе? Жауап берсеңші. Керім, дереу хабарласты ғой. Демек жынына тиген сияқтымыз. Алло? Айта бер, Керім мырза. Тыныштық ба? Өзіңді кіммін деп жүрсің? Кешір, мен не істеп қойдым? Өтірік білмегенсің ме Зейне? Саған ескертіп едім ғой. Өз орынды білмей тыныш жүрмесең көресің деп едім ғой. Кешіріңіз, мен не істеп қойдым, айтыңызшы. Не білдіргеніңді жақсы біліп отырсың. Осы істегеніңе жауап бересің. Әлі-ақ өкінетін боласың. Кешіріңіз, Керім мырза. Араларыңа келігейін деген ойын болған жоқ еді. Сол қыздың деңгейіне түспесеңіз етті. Дұрыс айтасың Белек. Өзімді ұстай алмай кеттім. Бұл бір қолайсыз жағдай болды. Саған не көрінді? Меніңше шектен шығып кеткен сияқтысың Зейнеп. Ол адамның ашуына тидің. Ашулансын, онда тұрған не бар? Жұмыстан шығарып жіберді. Одан басқа не істей алады дейсің? Ол Керім Иджоғлы. Бейняпы холдингтің басшысы. Жай жүрген адам емес. Қорыққаным-ай. Тух, менің де мазам кетіп қалды құрсын. Сендерге не болды? Сасқан үйрек артымен жүзет демекші. Көңіл көтермекші едік қой. Тағы талай нәрсе білдіреміз. Менің шаруам осымен бітті, Зейнеп. Қайдағын айтпа Сема, қорқып кеттің бе? Сау бол. Ақымақ.
Korkak. Korktu. Senin de korkkanın şön. Bäri de menin keserimden boldu. Тыныш. Өзіңді жегде жей бермесеңші. Kalayşa jegide jemeyin Kerim. Ben bu kadar Sonçama bişara bolmasam, bunun bari bolmas edi goy. Жарайды. Бұл жөнді кейін сөйлесерміз. Yatay, sanıyorum ben. yat. Болды енді, ашуыма тие берме. Таусылып біттің ғой, Бану. Keşirim ötme. Тыңдап тұрма, апа. Kerim. Иә, кейін хабарласайыншы. Жоқ, Kerim. Tap қазір söylesemiz. Не жөнде? Jurnaldan көргенім не? Апа, кейін сөйлесейікші. Жоқ dedim goy Kerim. Tap қазір söylesemiz. Жақсы, қазір барам. Apаңda көріп пе? Көңілің алма. Мен оған бәрін түсіндірем. Қазір барайын, кешке тағы келем, жарай ма? Мені жек көріп қалатын шығар. Қайдағын айтпа. Қазір біраз көшірімін алып ал. Кешке жүздескенше. İşi bol. Басыма қонған бақыт ұзаққа бармады. Ұзаққа бармады. Не істеп жатырсың, әпке? Қош, Қайта сен ғой. Басыңа түскен пәленің бәрі осы пәленің кесірінен емес пе? әкел деймін Мелек. Бермеймін. Енді қайттым Мелек. Қайттым енді. Өтінем, сабыр етші, әпке. Бір амалын табармыз. Ең алдымен мына пәледен арылуым керек. Мен құрыдым Мелек. Бітті, құрыдым. Manda gel. Ya gel şu. Gel. Manda gel. Yakala o zaman. Yakalasana. Жиырма бесінші бөлімнің соңы.